Қазақстанда 20-ға жуық жер асты мешіті бар. Бұл туралы бүгін ұлттық құрылтайда Қасым-Жомарт Тоқаев айтып берді. Бұл мешіттер батыс аймақтарда, тарихи нысандар әртүрлі кезеңде салынған және бір-бірінен өзгеше. Мұның өзі еліміздің рухани кеңістігінде ерекше дәстүрлер болғанын және тамыры тереңде жатқанын көрсетеді. Біз оның бәрін мұқият сақтап, жер жүзіне танытуымыз қажет, дейді Тоқаев. Осылай деген ол мемлекеттік органдарға арнайы тапсырма берді. Басты мақсат ЮНЕСКО мұралары тізіміне осы мешіттерді қосу. Қазақстанда шын мәнінде осындай жер асты мешіттер бар. Олардың қатарында Шақпақ ата, Бекет ата, Сұлтан Өпе мешіттерін мысалға келтірсек болады. Бұл мешіттер Қазақстанның киелі 100 орны қатарына енген. Ежелгі нысандар 13-15 ғасырларда салынған сопылардың ғибадатханасына ұқсайды. Мысалы, Сұлтан Өпе мешітінің ішінде 11 бөлме бар, бірақ нақты кім қаздырып ашқаны жайлы ақпарат кемде-кем. Тек ел аузында тараған түрлі аңыз әфсана бар. Тоқаевтың бүгін ұлттық құрылтайда айтқанын әшкере телеграм арнасына толықтай жаздық. Сілтеме профилде.